Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай сочный, дәмі керемет болып шығатын, қонақ келгенде ұялмай ұсынатын тағам қазан кебаптың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен етімізді алып, бөліктерге бөліп турап аламыз. Менде сиырдың еті болды, негізі қойдың етімен де жасасаңыздар болады. Картобымызды осылай ашып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Картоптарды қатты қызартып қуырып алу керек, сол кезде біздің тамағымыз түрі өте аппетитный болып шығады. Картоптарымызды бітірген соң, сол майға етімізді салып қуыра береміз. Етімізді де жақсылап қызартып қуырып аламыз. Және үстіне тұзымызды, кориандр және паприка салып, тағы да әдемілеп қуырамыз. Тамаққа кеткен қоспалардың қанша граммнан кеткендігін төмендегі описание бөлімінен көре аласыздар. Енді үстіне пиязымызды саламыз. Және 3 ас қасық соя соусын құямыз. Енді тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне картошкаларымызды салып, бір бокалдай су құйып жібереміз. Содан соң астын жай қойып, қазанның бетін жауып қоямыз. Біздің тамағымыз 40-45 минутта өзі бұқтырылып, әдем болып пісіп шығады. Біздің қазан кебабымыз дайын. Суының өзіне нан батырып жесеңіздер де дәмі күшті болып шығады. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.